Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бүгін қамыры өте жұмсақ болып келетін, оп-оңай жасалатын осындай сүзбелі печенье дайындаймыз. Ең алдымен сүзбемізге бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, бірге араластырып аламыз. Содан соң үстіне ұнымызды осылай ақырындап салып отырамыз және қамыр қопсытқышымызды да бірге салып араластырып жібереміз. Біздің қамырымыз осылай дайын болды. Бұл қамырды қойып қоюдың қажеті жоқ, бірден пайдалана береміз. Енді жаюға кірісеміз. Қамырдың астына, үстіне ұнды көбірек себе отырып, осылай жұп-жұқа етіп жаямыз. Қамырымыз астына жабыс қалмас үшін ұнды сеуіп отыруды ұмытпаңыздар. Қамырды жайып болғаннан кейін 4 жағын бірдей осылай түзу етіп кесіп шықтым. Бұл негізі міндетті емес. Печеньеміз түзу әдемі болып шығу үшін осылай кесіп алдым. Енді арасына кокос жантағы мен шекер қосылған осы ұнтақты сеуіп шығамыз. Енді қамырымызды осылай орап шығамыз. Мен қамырдың ортасына дейін орадым. Егер толық орайтын болсаңыздар, арасы піспей қалуы мүмкін. Осылай қамырдың ортасына келгенде келесі бөлігінде орап аламыз. Енді бөліктерге бөлеміз. Мен осылай ирелек пышақты пайдаландым. Осы кезде пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Печеньенің үстіне ешқандай сарыуыз жағудың қажеті жоқ. Тура осылай пешке сала саламыз. Қызарғанша пісіріп аламыз. Міне печеньеміз пісіп шықты. Мен бетіне қант ұнтағын әсемдік үшін сеуіп қойдым. Қамыры өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Шайға өте дәмді болып керемет кетеді. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Достар, егер менің каналым видео ұнап жатса, лайк басып, подписка батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Әсел.